Қайырлы күн достар, бүгінгі шығарылымда әлемдегі ең бай әйел туралы айтамыз. Алдымен арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Францалық L'Oréal компаниясы негізін қалаушысының немересі, әрі бүгінде осы компания директорлар кеңесі төрағасының орынбасары Франсуаза Бетанкур Майерс қаржылық жағдайы $100 миллиард асатын әлемдегі алғашқы әйел атанды. Дереккөздің хабарлауынша 70 жастағы мұрагердің табысы $100 миллиард асып, бүгінде әлемдегі ең бай адамдардың тізімінде 12-ші орында тұр. Мұндай қомақты табыс L'Oréal акцияларының қымбат болуымен байланысты. Парфюмерия мен косметика өндіретін франциялық компанияны 1909 жылы француз химик Эжен Шюлле құрған. L'Oréal'дің негізгі акциялары оның жалғыз қызы Лилиан Бетанкурға тиесілі болған. Ал ол 2017 жылы өмірден өткен соң, барлық акцияға компанияның негізін қалаушының немересі Франсуаза Бетанкур Майерс иелік етеді. Компанияның орташа құны қазір $268 миллиард бағаланады, ал Франсуаза Бетанкур Майерстың отбасына акцияның 35% тиесілі. Франсуазаның ұлдары Виктор Жан мен Николя компания жетекшілерінің құрамына кіреді. Біріншісі тұрақтылық комитетінің мүшесі болса, екіншісі аудит комитетінің мүшесі. Франциядағы ең бай адамдар арасында Бетанкур Майерс, Луи Vuitton, Moet Hennessy-дің негізін қалаушы. Бүгінде $179 миллиард байлығы бар Бернард Арнодан кейін екінші орында тұр. Франсуаза Бетанкур Майерс пианист және жазушы. Библия кітабына түсініктемелер мен христиан-еврей қатынастары туралы кітаптардың авторы. Одан бөлек Франсуаза Франциядағы ғылым мен өнер бағытындағы түрлі жобаларды қаржылай қолдайтын, сонымен қатар аутист балалары бар отбасыларға көмектесетін Бетанкур Шюлле Foundation қайырымдылық қорының негізін қалаушы ретінде белгілі.